Ыбырай Алтынсарин әке мен бала. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына анау тағаны балам ала жүр деп айтты. Бала әкесіне сынып қалған ескі тағаны алып не қылайын деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардың ол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Сонымен шиені орамалына түйіп шетінен өзі бірем-бірем алып жеп баласына қарамай аяңдап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тыма қызығып келеді екен. Жерге түскен шиені жалма-жан жерден алып аузына салды. Біраздан соң және бір шие, онан біраз өткен соң және бір шие. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып айтты: "Көрдің бе, мана тағаны жамансынып жерден бір ғана иіліп көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп бір еңкеудің орнына 10 еңкейдің. Мұнан былай есіңде болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң көп жұмысқа тап боласың. Аса қанағат ете білмесең көптен де құр боласың" деді.